жаңа үйге азында үйден шығып жатсам, балам айтады: "Әкетай, мынандай маған сатып әкеп берші" дейді. Анау холодильник алып келген кезде ана сыртындағы не бар ғой, бассаң пық ететін ше, әппақ. Сондайдың не шықты ғой қазір, 1000 теңге тұрады екен. Антистресс деп қояды енді бала шаға. Антистресс, осын сатып әперші маған дейді. Қанша теңге? 1000 теңге. Сөйтсем жаңағы ЛГБТ-ның алты түсі тұр ғой жаңағы жерде. Неше түрлісі тұр да антистресстің. Яғни осындай нәрселермен кіргізіп жатыр да енді бізге. Сондықтан біз жек көреміз. Ол бізге кім не десе де. Мысалға, Біріккен ұлттар ұйымының қол астында ЮНЕСКО деген ұйым бар, білесіздер, бір тармағы. ЮНИСЕФ деген несі бар. Сондай бірнеше тармағы бар, былайша айтқанда департаменттері. Соның тағы бір несі, былайша айтқанда ЛГБТ-ны сол қолдау деген тоже бір несі бар да. Сондықтан оған қыруар, мысалға, әр мемлекет Біріккен ұлттар ұйымына мысалға ақша бөледі. Ол өзінің департаменттеріне бөледі деген секілді. Сондықтан біз оны жек көреміз, ол дұрыс емес. Мен бір мәрте бір жұмыста бір әйел балалармен отырдық, шай ішіп, сонда осы туралы айтып бердім да, кеше 24-інде осындай оқиға болды, хабардар ғой енді. Сөйтсем айтады ғой, ішінде бір бухгалтер апай бар еді: "Әттең сол жерде болмадым" дейді, "Шаштарын өзім жыларым" дейді. Енді сондай бірдеңе болса мен ұмытпаңдаршы деп қояды ғой. Өзім маған намаз оқымайды ана, діннен вообще хабар жоқ. Бірақ сау ақыл жек көріп тұр да аны. Жиіркенем оларды көрсем дейді да. Сондықтан ол сау ақылдың өзі өткенде бір 100 граммнан қайтпайтын бір көкеммен сөйлессем де айтады да, оңбағандар деп қояды да жаңағы. Оңбағандар, олар вообще дұрыс емес олардікі деп қояды да жаңағы. 100 граммнан тоқтай алмайды бірақ. Сондықтан сау ақылдың өзі жек көрген нәрсе ғой. Ол қалай ол еркекпен еркек қосылады, әйелмен әйел қосылады да, бірақ ұрпақ болмайды. Сондықтан бұл ұрпақты азайтудың жолы да. Сол үшін ағайын, біз әлбетте біз бұл жерге бір ондай бір не мақсатта жиналып ондай емес. Негізгі мақсатымыз жаңа айттық қой, бір құрбан шалайықшы, Раббымыз мына елді осы жаңағы бір жыныстылар себепті, бұл былайша айтқан кезде лесбиянство немесе мына гейлер, бұл жаңағы Әлімжан ұстаз айтқандай, бұл күнәнің шегі ғой, предел дейді ғой орысша. Бұдан кейін тек қана азап келген, бұдан кейін тек апат келген. Олды Алла тағала ол кезде термейді, Алла тағала жаппай азаптап жібереді, не дауыстармен, не жермен жексен қылады да. Сондықтан баяғыда мен Темірланда Найман ауыл деген жерде тұрамыз. Сонда мен ойлайтынмын да, ауылдың көпшілігі намаз оқымайды. Сонда Құдай-ай, бұл ауылды Алла тағала азаптайым десе, қалай азаптау мүмкін деп ойлайтынмын да. Су апаты келеді деп ойламайтынмын, өйткені арыс өзені төменде жатыр. Ана Бөген деген не бар, қойма, ол мүлде алыс бізден, ары қарай ағады, арыс қарай ағады, қаласына қарай. Мен су апаты келмейді, тағы не болуы мүмкін деп сол ойлаймын да. Сонда Алла тағала біздің ауылымызға су апатын алып келді ғой, сол ойлап болғаным жоқ. Сонда қалай алып келді десеңізші, мына бірден қар еріп кетті да, қар бірден еріп кетті. Сөйтті дағыны жер тоң ғой әлі. Сөйтіп жаңбыр жауды, қар бірден еріді дағыны, су жерге сіңбей қалды да, сөйтіп жердің үстімен жүре бастады судың бәрі. Сөйтті дағыны Найман арығымыз толды, каналымыз толды да, судың барлығы жаңағы нелердің бәріне ақпай арғалай, артқа қарай тепті да, сөйтіп ауылдап кетті. Яғни Алла азаптайым десе, оның даналығында, шеберлігінде шек жоқ екен де, субханалла. Сондықтан азап кез келген жерден бізге оңай келуі мүмкін. Сондықтан әлбетте басқа адамдар қылмыскерлерден елді қорғаса, әлбетте иманды жандар, бұл Алланың апатынан біз елді қорғауымыз керек та. Ол үшін тек қана біз осы имандылықты жайайық. Сондықтан да тағы бір мақсатымыз имандылықты бірге жайайық. Жаңа Халилулла ұстазымыз айтқандай, имамдарға жәрдемші болыңыздар, дауыстарыңызбен, көмектеріңізбен, қаражаттарыңызбен мешіт, медресеге көмек беріңіздер. Имандылық күшеймеген жерде бұл жаңағы ЛГБТ дейсіз ба, басқа дейсіз ба, бұл күшейе береді. Мынау бір досымыздың бір ағасы болды. Юрист екен да, фирмасын жүргізеді екен.
Ол кісі Қызылордадан көшіп келген ғой Шымкентке. Сөйтіп Қызылордада енді ойладым дейді, осы заң саласының шыңына жетем деп ойладым дейді. Сөйтіп мен істі береді, зерттеп тастайым, жаңағы тергейім, басқа қылам, бітіп қалды дейді. Былайша айтқанда күнәнің түрлері, қылмыстың түрлері бітіп қалды дейді. Қайталығым келе береді, жалығып кеттім дейді. Сосын Шымкентке келіп едім, Қызылордада жоқ қылмыстарды көре бастадым дейді. Шымкент үлкен ғой енді. Қызылордада жоқ қылмыстарды көре бастадым дейді. Сөйтіп солар қызық болып, соны зерттеп, содан неғылып, ол да бітті дейді. Осын маған тоқтау болмады, мен одан сайын дамығым келді дейді. Сосын Алматыға көштім дейді да. Сөйтсем Алматыда дейді қылмыстың Қызылордада, Шымкентте көрмеген түрлері өте көп екен дейді да, жаңағы людоедтер дейді, жаңағы адамды өлтіріп етін жейтіндер, неше түрлі жамандық қылмыстардың түрін көрдім, шошып кеттім дейді да. Кейін сол жақта істеп шаршап, кейін жаңа кәсіпкерлікке кеткен екен де жаңағы ағамыз. Сонда айтайын дегенім, ел көп жерде бұл жамандықтың түрі де көп болады да. Сондықтан солар ғой елге апатты алып келетіндер. Сондықтан соларды бауырым деп көзін ашу баршамыздың неміз ғой. Сондықтан Құдай қаласа жаңағы Қалилолла ұстазымыз айтып жатыр, қазір мына жерді жинап алып, истисқа намазын оқиықшы, Құдайдан жаңбыр тілейікші. Мына Қазақстанымызда, елімізде қаншама мал қырылып жатыр. Алла разы болсын.